Сол өрей мұны өмір бойы өкшелеп қуып келеді. Жабайы аюдан қашқан адамның жүгірістен рекорд жасасам деп ойламайтыны секілді. Эдуард та ол кезде ұлы жаңалық ашып даңққа бөленсем деп ойлаған жоқ. Бірақ даңқ өз аяғымен келді. Және өзімшіл сұлу әйелдей өзінен басқаның бәрін ұмытуды, өзінен басқа ештеңені сүймеуді талап етті. Ал Эдуардтың бұған дейін қастерлеп жүргеніне жақын тұтатын ештеңесі қалмағандықтан даңқ пен оңай табысқан жалғыздық дерті жайлаған жан дүниесіне бір сәуле енгендей болып еңсесін көтерді. Сонда ол тауға көтеріліп келе жатқан адамның кенет төменге қарап өзінің қалай биіктеп кеткенін таң қалатыны әрі аздап үрейленетіні секілді бір сезімге келген. Даңқ мұны мәңгілік үрей азабынан құтқарды. Енді ол өзінің осынау құдіретті күш-жігерін үлкен мәнді мақсатқа арнау керек екендігін түсінді. Арнамаған күннің өзінде де сол қырау еңбегінің ішінен ақылға сыймайды, мәнді бірдеңе тапсам деп ойлайды. Ол бір затқа жеке бастың мансапшыл өзімшілдігі мен халықтың азаматтық игі мақсаттардың кереғарлық қылмай қабысып кете беретініне қайран қалды. Ендеше деп ойлады, ол менің міндетім ғылымға ғажайып жаңалықтарды ашып беру ғана емес пе? Ал одан әрі мақсат та, борыш та, мән мағынада өзінен өзі сол нәтижеден тарай беруге тиісті. Ақыры мені медицина ғалымында әлемді дүркіретіп Эдуард Бейкер дәуірі басталды. Эдуард Бейкер адамдарды қайран қалудан, ұрғызудан жалыққан жоқ. Өйткені ол сондай жанға жайлы жағымды мынау өмірді бәсеке күреспен теңестіріп тұрған заманда сол бәсекенің жеңісінен артық ләззат, содан артық абырой, содан артық мән мағына бола ма? Доктор Бейкердің есін жиып қызметші шығарып жібергеннен кейін есіне түсіргендері осылар еді. Ол енді өзінің сонау ағысты лай өзен жағасында қалған Араку тайпасынан 7 бақсымен бірге не мақсатпен шыққанын және не деп ант бергенін есіне алды. Осы тұста көкірегін қақыратқан бір дерті сағыныштан көзімнің алдында тұманданып есіне тануға шақ қалды. О, деді кенет ұлыған тәрізді бір үнмен күйініп. Шынында да ол хайуанша көкке қарап ұлығысы келді. Адамдық белгімен жеткізе алмастай дәрежеге жеткен күйініш даусы аузын ашқанда жабайы хайуани үнге ұласты. Доктор Бейкер кемсеңдеп көкірегін тырнады. Ол мынау дүниенің құны серті сәтте өзі үшін түк емес екенін осы уақытқа дәйім қалай ажыратпағанына өзегі өртеніп, бұдан да қайыршы болып не жынданып кетсем, әлде қайда жеңілдер едім деп ойлады. Тағы да есіне көкпен таласқан қалың джунгли, қаз қатар тізілген лашықтар, кешкі отты қоршап жарылқаушы рухты шығарып салып тұрған бақсылар, толық ай мейрамындағы ойын күлкі шешесінің таңғажайып мұңды жанары елестеді. Торығып белін ұстап, тау басына сірескен қарлы мұз ерісе сел боларын ұқсас қатал жанның ішіндегі беріш қайғы жібігенде оқыс шешілген бір қауырт әрекеттің болары сөзсіз. Таң алдында доктор есін жиып сабырға келді. Түнімен адасқан адамның жарық түсі қай жерге келіп тоқтағаны, жобалағанындай түндегі еске түскен өмір тарихы мен журналистен естіген әңгімесін салғастырып, қазір өзінің қандай жайға душар болып тұрғанын және оның өз өмірі үшін қаншалықты маңызды бар екенін ақылға салды. Доктор Бейкердің аяқ астынан Бразилияда жүріп кетуі бәлендей дыбыр шуға ұласқан жоқ. Жандайшап қалалық газеттердің беттерінде бүгін доктор Эдуард Бейкер ресми сапармен Бразилияға жүріп кетті деген хабардан басқа ештеңе жарияланбады. Доктордың ішкі жан дүниесіне бірде-бір рет бас сұғып көрмегендіктен айналасын қоршаған қошеметтегілері де, қызметшілері де, жанашыр көңілдестері де бұл сапардың мәнісіне түсінген жоқ. Және қай күні жүретінін де ешкім жобалай алмады. Тек үйіндегі қызметшілер ғана доктордың жана дүниесіндегі әлден бір асты өзгерісті іші сезіп, тегі әйел махаббат төңірегіндегі бір құпия сыр болмады ма екен деп өзінше топшылады. Доктор өзін шығарып салып тұрған ешкімнің жоқ екенін жақсы білсе де, самолет басқышында тұрып артына бұрылып, киноаппараттардың
тызылы мен фотоаппараттардың тырсылына бірін-біріне кимелеген журналистер мен лауазымды адамдардың қошемет белгілеріне, салтанатты дабырға дағдыланған докторға ың-шыңсыз самолет басқышымен көтеріліп бара жатқан бір түрлі ыңғайсыз көрініс секілді еді. Бірақ осылай болғанын іштей қуанып қалды. Өзімен өзі болып көңіл күйінің бұрауын бұзбай көз алдында сол бір суреттерді қайта-қайта елестетіп отырып, өзінің осы уақытқа дейін жалғыз болғанын, енді тіпті мәңгі бақи жалғыз қалғанын айқынырақ сезінгісі келді. Аракулардың қираған лашықтары өз көзімен көрейін деп ойлады. Ол солардың қолдары тиген, ұстаған құрал саймандардың бірі сынған, тапсам қалған құмырама. Бәлкім алданыш болар, ол жол бойы осыдан басқаны ойлаған жоқ. Рио-де-Жанейроға түсісімен аэропорттан билет алып Бразилия қаласына ұшты. Бразилиядан әлдеқалай жолаушы тасып жүрген әскери самолетке отырып, түс кезінде Куяба қаласына келіп қонды. Көзінің алды күлкілдеген бадырақ көз губернатор доктордың қабылдап отырып, қалаға әдейі арнап келгеніне қуанышты екенін, бірақ сапарды ресми түрде хабарламағандықтан лайықты сый-құрметтің жасалынбай қалғанына қатты қынжылатынын айтты. Бұл жақта бұрын болмаған шығарсыз, деді ол секретар қыз әкелген ыстық кофені аузына апара беріп. Жоқ, дей салды доктор. Сырттан келген адамға табиғатты аса жағымды емес, күн ыстықты ыстық қана қайырады, кофе ішіңіз. Губернатор әр неден хабары бар, мінезі әкімге ұқсамайтын жұмсақ ақжарқын кісі екен. Доктордың келу мақсатын үйреншікті әңгімедей сабырмен тыңдап отырды да, Мату-Гроссу штатына кезінде индейцтер өмірінде үлкен қатер төнгенін, оның бәрі авантюрист пен бандиттердің іс екенін, қазір Шингу ұлттық паркінде жағдайдың бір шама жақсы болғанын және сөз арасында өзіне де индейц қаны бар екенін, үлкен әжесінің тупи тайпасынан шыққанын, әрі өзі соны мақтаныш тұтатынын айтып кетті. Губернатор мырза, білем, деді губернатор елгезек қызметшілердей әрі айтқызбай. Сізге жеңіл самолет және сол серік бірнеше адам керек. Біреу. Жол бастайтын бір адам болса да болады, бәрі де болады. Айтпақшы, деді ол шығып бара жатқан доктордың тоқтатып. Безгек, сүзек, іш ауруларына қарсы егілуді ұмытпаңыз. 3 күннен кейін доктор Бейкер мен индейцтерді қорғау қызметінің бөлімінің командирі полковник Мауро Мартини күн шыға самолетке отырды. Самолет көтерілген сайын тұтасқан жасыл орман ұшы қиырсыз жазылып, тарам-тарам өзендер жалғыз аяқ жол секілді жіп-жіңішке болып көрінеді. Күн батар тұстан көтерілген қара бұлттан лезде төбеге көтерілді. Оң қанаттан соққан желден самолет жүрісі бұзылып шайқалып кетті. Жаңбыр маусымды да басталып қалды ғой, деді полковник самолет гүрілін баса айқайлап. Көп ұзамай жел бағыты өзгеріп жарқ-жұрқ еткен қара бұлт қапталды қалды. Тәубә, деді сағыз шайнаған ұшқыш ыржия күліп. Сонан соң айқайлауға ерініп найзағайлы бұлттың ауып кеткенін, жақсы болғанын ыммен көрсетті. Доктордың тас мүсіндей көсе жүзі бозарып, қауқыл тартты. Ұшқыш шайнаңдап отырып, жалғыз қолмен картасын жазды. Кеп қалдық, деді көңілді үнмен. Самолет төмен құлдилап солқ ете түсті де шоқалақ жер бетімен зіркілдеп біраз барып тоқтады. Бұл арада американдық миссиокер тұрады. Полковник ағаш арасынан көрінген ақ шатырды көрсетті. Ат жақты ұзын бойлы, сыртқы пішіні ковбойларды еске түсіретін орта жастағы американдық миссионер жолаушыларды жылы жүзбен қарсы алды. Кофе үстінде полковник докторды таныстырды. Ал мен осындағы этнограф ғалымдардың бірі ме деп едім, деді миссионер кешірім өтінген жүзбен. Күле қарап, онда келу мақсатыңыз бірыңғай туристік болды ғой. Доктор Бейкер кіржиіп біразға дейін жауап бермей отырды да, Мату-Гроссу штатындағы ең соңғы тірі индейцтерді көріп қалғым келеді, деді. Самарқау, сіз бізге осы маңайды аралата аласыз ба? Ол не дегеніңіз, сөз бар ма? Миссионердің үстінен аса құлап түскен пейіл байқалмады. Аралатуға болады ғой, алайда, деді ол сыртқа шыққанда. Индейцтер мәселені әбден ескірген тақырып. Доктор мырза, ол туралы индейцтер жайын білмейтіндер ғана сөз қылады. Ал біздер үшін бері қарай жүріңіздер, қашық емес.
Ал біздер үшін өзінен өзі белгілі әлде қашан шешілген әрі ешкімнің көмегі жүрмейтін табиғи процесс. Доктор Бейкердің басына қан шапшып, тізелері қалтырап кетті. Шошқа дегісі келді айқайлап. Ол тіпті бұдан да зор жанға бататын бірдеңелерді айтқысы келді. Бейбіт тайпаларды динамитпен, умен, уколмен қыру табиғи процесс пе дегісі келді долданып. Сеніңше осы табиғи процесс пе, сұмырай? Таң алдында ұйқыда жатқан деревняға гранаталар лақтырап опат қылу табиғи процесс пе? Табиғаттан жаралған өзіңдей адам баласы 2 ғасыр аулап жер бетін жойып жіберу табиғи процесс пе, сұмырай? Қарақшы, бірақ доктор мұны айтқан жоқ. Бұрын бұл тұста қанша индейец тұрған, деді сигарет тұстаған саусақтары қалтырап. Қанша болғанын дәл айту қиын. Осыдан 100 жылдай бұрын шамамен осы жердегі тайпада 150-200 мыңдай адам болған. Қазір қанша? 20 адам. Доктор Бейкер сигаретін аузына апара алмады. Қалғаны қайда, деді меңірейіп, не сұрап тұрғанына өзі де түсінбей. Миссионер докторға таңырқай қарады. Індеттен қырылып қалды ғой. Сосын миссионер докторға тағы қарады. Сосын расақ адамдардың қолынан да аз қырылған жоқ. Ақ адамдар қарудың күшімен оларды қалың орман түпкіріне ығыстырды, бірақ индейцтерде қарап қалған жоқ қой. Олар да талай рет бірнеше тұтас отрядтың қырып салған, сондықтан бұл соғыста әр қайсысы да кінәлі. Сізге индейцтердің өз жерлерін қорғағысы келегені соншалықты таңғаларлық нәрсе ме? Неге? Миссионер иығын қозғап жымиған болды. Әне, деді сонан кейін қолын шошайтып. 10 қадамдай жерде 2 индейц баланың шашы жалбыраған бастары көрінді. Одан кейін қарындары тырсиып, ағаш тасасынан өздері шықты. Доктор Бейкердің жүрегі шымырлап ауырғандай болды. Жанында соншалықты жақын ыстық көрінген қап-қара тыр жалаңаш 2 баладан көзін ала алмады. Мінекей келдік, деген миссионердің қарлыққан даусын естігеннен кейін барып, қарсы алдында тұрған таңғажайып кіп-кішкентай лашықтарды көрді. Миссионер қолындағы таяғы мен лашықтың төбесін қақты. Ей, тезірек шығыңдар, сендерге қонақ келіп тұр. Лашықтан қабырғалары ырсиған жүдеу 3 кішкентай бала шықты. Іштен әлдекімнің күңкілдеген, жөтелген дыбысы естілді. Ей, тезірек, деді миссионер тағы да айқайлап. Тезірек, сендерді суретке түсіреміз. Көп ұзамай деревня тұрғындары түгел жиналды. Үйретілген цирк хайуанындай үн-түнсіз бір-бірімен тіл қатыспаса қатарласып тұрып жатыр. Белі бүгіліп қаусаған шал кемпірлер, таяққа сүйенген ақсақ еркектер, бір тісі жоқ қызыл ек әйелдер, соқырлар, бүкірлер, ши борбай балалар қатарласып тұрып жатыр. Полковник Мауро Мартинге фотоаппаратын алып бірнеше дүркін суретке түсірді. Содан кейін доктордың жүзіне қарап, ұнатпай тұрма деген оймен, доктор, бұлар осы өлкедегі ең намысқой жауынгерлер тайпалардың бірі болған, деді кепілдікке көзімен миссионерді нұсқап. Миссионер басын изеп, қолындағы таяғымен етігінің қонышын сарт еткізді де, 30 жыл соғысты, деді докторға қарап. Доктор миссионердің сөзін тыңдаған жоқ. Торкөз орамалымен қайта-қайта сіңбірініп әлдене сеп сыбырлағандай болды. Миссионер индейцтерге таяғымен жайқап тараңдар деген белгі берді. Содан кейін қонақтарды бастан тайпа көсемі тұратын лашыққа кірді. Қақ төрде жапырақ үйіндісінің үстінде жерге үңіліп отырған кәрі шал келгендерге нұры шашқан ақ жем көздерін бір аударды да ештеңе көре алмағандай жерге қайта тұңжиып. 80-де, деді миссионер тізесін бүгіп. Тұра алмайды. Лашық ішіндегі сынған найза, ескі қауырсын, қалпақ, шоқпыт, шүберек, шашылған жаңғақ қалдықтары, жағымсыз сасық иіс тіршілік мәнінің мүлде жойылғанын, ал мына шалдың әлдебір себептермен бір күннен бір күнге жылжыған уақытша ғана көрініс екенін дәлелдеп тұрған секілді. Шал басы қалтылдап миссионерге баяу бұрылды да әрең дегенде қырылдаған үнмен бір сөз айтты. Қайыр сұрайды, деді миссионер. Доктор шалға қалтасынан $5 алып ұсынды. Шал ақшаны астындағы жапырақтың астына тықты да үн-түнсіз әуелгі күйіне түсіп қозғалмай қалды. Миссионер түрегеліп тізесінің шаңын қақты. Сыртқа шыққан соң доктор тағы да қаз қатар қолдарын созған кемтар қайыршыларға тегіз ақша үлестіріп шықты.
Доктор Бейкер миссионердің бұрынғы индейцтер туралы, олардың әдет-ғұрпы, ойын-сауықтары, әкімшілік басқару жүйелері туралы айтқан әңгімелерін тыңдай алмады. Тағы да сол жалғыздық дерті жанын күйзелтіп, тым болмаса басыма түскен қайғы қасіретімді бөлісетін адам бар ма деп ойлады ішінен. Кім бар? Әлде әділет жоқшысы журналист сеньор Палетели ме, әлде құрып жатқан тайпалардың тұрмыс тіршілігі тарихқа енгізу үшін жан аямай еңбек етіп жүрген ұжданы биік ғалымдар ма, әлде индейцтерді қорғау қызметінің негізін салған атақты мейірбан генерал Кандидо Мариано Родон бар? Жоқ, сеньор Палетели бөлісе алмайды, өйткені оған Аракуда, Ваурада, Барорада, Шавентеде, Каражода бәрі бір, ол тек дүниедегі әділет заңының принциптері бұзылмау үшін күресіп жүр. Жоқ, ұжданы биік ғалымдар да бөлісе алмайды. Олар тек тарих пен ғалымның ақиқаттығы үшін, шындық үшін күресіп жүр. Жоқ, мейірбан генерал Родон да бөлісе алмайды. Ол тек өз нәсілі үшін жанын кемірген ар-ұяттың әмірімен қызмет қылды. Өзін тарих алдында ақтау үшін күресті. Сонда Араку тайпасының рухы оятып, түндер бойы ұйқы көрмей азап кешетін, жаны ауырып, көзіне жас келетін, сағынатын іздейтін кім? Ол мен Эдуард Бейкер, басқа ешкім де емес. Мен. Келесі күні тағы күн шыға, ұшқан самолет тірі қалған индейцтердің мекені ұлттық парк орналасқан жерге сәскеде қонды. Мейрамханаға түсісімен полковник индейцтер постының басқармасына телефон соғып машина шақыртты. Жарты сағат өткенде бұлар отырған машина шаңы бұрқылдаған ойқы-шойқы қисық жолмен өзен бойлап келе жатты. Пальма ағаштарды жиілеп, зәулімденіп, жолда жіңішкеріп, жалғыз аяқ соқпаққа тірелгенде полковник машинаны тоқтатты. Бұдан әрі жол жоқ, доктор, жаяу барамыз. Әне, естіп тұрсыз ба? Әлсіз күмпілдеген барабандар үні естілді. Қазір бұл жер туристер орталығына айналған. Әсіресе июнь-июль аралығында киноға түсірушілер қаптап кетеді. Барабандар үні күшейе түсті. Ширек сағат шамасына доктор Бейкер мен полковник Мартине джунгли ішінде ерсілі-қарсылы сыпырласып жүрген туристер тобына қосылды. Сапарктек секілді аралайтын маршруттарды тақтай стрелкалармен белгілепті. Тек тақтайларда тайпалардың аттары жазылған. Әр тұста дыбырласқан көңілді шу кинооператорлардың ал кәне бастаймыз деген даңғой айқайлары естіледі. Доктор полковник Мартинеске көз жазып қалды. Қалай қарай жүрерін білмей аңтарылып аз кем тұрды да леопард аулауға болмайды деген тақтай афишаны айналып өтіп, жалғыз аяқ жолға түсті. Шу бірте-бірте алыстай берді. Әлден уақытта сүрлеуде із-түссіз жоғалып, доктор қауырсын жапырақты папоротниктермен тұтасқан шырмауықтардың қамауына қалды. Ол енді келген ізімен кері қайтпақ ойда еді. Кенет алдан бір қалыппен барабандар үні естілді. Доктор жолын бөгеген шырмауықтарды қолымен үзіп, аяғымен аршып ілгері жылжыды. Барабан үні дабырлаған дауыстар бірте-бірте жақындап келеді. Әлде бір жерде жасырын құпия әрекет жасалып жатқандай аса жаңғырып қатты шуламайды. Доктор ағаш арасынан индейцтерді қызыл күрең жоталарын, түрлі түсті қауырсын қалпақтарын көріп қалды да жүгіре басып ентігіп алаңының жиегіне тоқтады. Айналдыра бөренелер қойылған оңаша шағын алаңда индейцтер билеп жүр. Бұлшық еттері біреуленген 40 шақты жас жігіт қолдарындағы жуан таяқтар барабан екпініне ілесіп сарт-сұрт соғысады. Бум-бум, жорық бие, деді доктор Бейкер қалтарына күбірлеп. О, тәңірім, мынау жорық бие ғой. Сыйыпкерлер бір шегініп, бір қосылып, ырғақтан жаңылмай таяқ қағыстырып, көңілді үнмен гуете қалды. Бірақ жүздерінде күлкі жоқ. Қимылдары жеңіл, әрі терлемеген, аяқтарын ұштарынан басып, бір-біріне шегініп кетеді де жалт бұрылады. Тағы да бетпе-бет келіп, сарт-сұрт қоқтығысып өтті. Бірте-бірте қимылдары тездей түсті. Барабандары сартылды да жиілеп күшейіп барады. Бум-бум-бум-бум, әлден уақытта қимылдарына мүлдем көз ілеспей кетті, бірақ ешкім ырғақтан жаңылған жоқ. Ха, бишілердің жүздерінен күлкі өзі жойылып, көздерінде ашу-ыза, қанды кектік жарқылдаған ұшқыны ойнады. Бум. Жорық қанды жорыққа шақырады. Бум қасиетті ата-баба құны үшін
қатын бала қаны үшін ақырғы жорыққа, қырғын айқасқа шығыңдар. Жорық дүниенің соңғы тынысы. Ерлікке арнайық. Бум, ең соңғы рет қасиетті жорыққа, ең соңғы рет бум, қане баста. Доктор шамырқанып көзін жұмды. Шіркін, мына дүниені талқан қылып қиратар ма еді деген кекті дәме ен бойына шымырлай тарап, бей ырғағымен теңселе берді. Бум қайда, біздің даңқты күндеріміз оралмайтын күндер үшін. Бум, өлгендер үшін, жер үшін ақырғы рет бум. Индейстердің қызыл қоңыр жоталары термен жалтылдап, етек жапқыш етіп байлаған жіңішке ұзын жапырақтары қатерлі ұрысқа шақырғандай беймаза тынымсыз суылдайды. Доктор тынысы тарылып, галстугын ағытты да, дәл сол осы сәт, сонау ес білген күннен бастап, тағатсыз күткен тәрізді жорық дей берді күбірлеп. Дәл осылай билейтін. Бум соңғы барабан үні дүңк ете тынып қалды. Би аяқталды. Терге малшынып ауыр ентіккен индейстер көздерінің оты сөніп, бастары салбырап, қажыған таусылған түрмен бір-біріне үн-түнсіз мөлие қарайды. Әлдекім туристерден ақша жинай бастады. Доктор дір ете қалды. Теріс айналып ағашқа сүйенді. Кедір-бұдыр тастай қатты қабықтар шынтағына батты. Ауырған сайын батыра түсті. Батырған сайын басқа біреудің қинап жатқандай жаны кіріп, айызы қана түсті. Әлде де қинар ма еді, жанын көзіне көрсетер ме еді деген сөзіне өзіне өзі өшіккен бір сезім тұрған секілді көкейінде. Доктор деген жұмсақ үн естілді ту сыртынан. Доктор Бейкер полковниктің даусынан тынысы да қозғалмай тұра берді. Доктор, мен сізді іздеп шарқ ұрмаған жерім жоқ, бұл араға қалай тап болдыңыз? Доктор жалт бұрылды. Араку тайпасының мекенін білесіз бе? Араку дейсіз бе? Араку тайпасының мекені Рейберо селосынан аса қашық емес. Рейберо, Рейберо, сондай фабрикант болған. Этнографтың айтуынша, Араку осыдан 60-70 жылдай бұрын сол село тұрған төңіректі жайлаған екен. Рейбероның бандиттерінен тас-талқан болып жеңілгеннен кейін ығысып тіршілікке қолайсыз аудандарға шығып қалған. Доктор Бейкер қалтасынан орамалын алып, тер бұршақтаған маңдайын сүртті. Жүріңіз, деді. Содан кейін шаршаған үнмен, арайлылық, бәрінде арайлылық. 7-ші күні доктор Бейкер мен полковник Мартини Шингу өлкесіндегі индейстерді, қалдық тайпаларын түгелге жуық аралап, Рейберо селосына 2 күнде жетіп қалармыз деген ниетпен жалғасына Маникола, Аварра, Какарита тісті жапырақты зәулім пальмалар екен өскен жалпақ өзеннің бойымен баяу жүзіп келе жатты. Полковник қайықты жағаға бұрып қайранға тіреді. Содан кейін үстіне жапырақтармен көміп, тұсына ағаш шаншып белгі қойды. Доктор орман ішіне бойлап енген сайын күніге көзін жүз елестетіп жүрген баяғы бала кезіндегі оқиғалар жан біткендей тіріліп, сол кезең енді міне жылжып қасына келгендей, тіпті қол созым жерде тұрғандай бір қызық әсерге қалдырып, айналасына таңырқаған күйі алақ-жұлақ қарай берді. Бұтақтан бұтаққа секірген қызғылт сары бақырауық маймылдар қос жолаушыға әлдеқандай өшпенділікпен жапырақтар арасынан жауығы сығалап, тістері шықырлатты. Шымқай қызыл, жасыл, сары түсті алтын қанат тоты құстар ұшып қонып, қорлыққан тәрізді дауыспен тынымсыз бақылдайды. Бойы 6 футтық қызғылт мойынды аппақ алып құтандар жайылымға тайыз суға төнген бұтақ үстінде әлдеқандай аянышты дыбыс шығарып, және өз даусынан өзі сескенгендей маңайына сақтана қарайды. Ағаштар бірте-бірте жиілеп, орман іші қараңғылана түсті. Орасан биік гринхарттар, қызғылт қоңыр улаптар, попурея, суари, кастанья ағаштары тіресіп, бұдан әрі өтуге болмайды дегендей сұстанып түнере түседі. Қате келдік, деді кенет полковник қалың жынысқа шалқая қарап. Өтіп кетіппіз. Ағаш төбесінен жел тұрғанын байқалды. Солтүстік шығыстан көтерілген қара бұлт аспанды тұтас торлап, саңлаусыз қымтап алды. Жаңбыр жауғалы тұр. Полковник тағы да бағдарлай қарап басын шайқады. Осы кез найзағай оты жарқ ете қалды да, орасан үлкен шелек жерге құлағандай күн қаңғыр күңгір етіп күркірей жөнелді.
Алда келе жатқан полковник тоқтап артына бұрылды. Доктор, біз енді алдағы индеецтер қонысына жете алмаймыз. Онан да тағы да гүрс ете қалған найзағай полковниктің даусын естіртпей жіберді. Полковник қолын ербеңдетіп сөзін жалғамақ болғанда күн үшінші рет гүрс етеді де жаңбыр төпелеп құйып кетті. Әрі жүріңіз, деді полковник тұншыға айқайлап. Әрі қарай кері қайттық. Ағаш бастары қатты шуылдап, шаңқылдаған құстар даусы естілді. Түскен жерімізден қашық емес, деді полковник етектей пальма жапырағына доктордың төбесіне бүркеп жатып. Бір миссионер тұрады, 2 жыл болды. Осы арада өнеркәсіп орнын ашқан. Өз қаражатына индеецтерге арнап аурухана салдырды. Бұрқанған өзен жиегіне жалғыз аяқ жол кезікті. Бұлттың ортасын жыртылып, жаңбыр бағанағыдай екіленбей ақ жауынға ұқсап біркелкі сіркіреп. Бұлар селоға кіргенде күнде ашылып, көкжиектегі саңлаудан батып бара жатқан алқызыл күннің сынығы көрінді. Миссионер қонақтарды жылы жүзбен қабылдады. Полковник Мартинестің жанындағы атақты доктор Эдуард Бейкер екенін естігенде, ол ақсүйектерге тән ашық мінезбен бұл кездесуді өз өмірінің ең бақытты сәттерінің бірін бағалайтын. Сол минуттан ақ айтып салды. Одан кейін осыдан қауіп қатері мол орман ішінде жаяулап жалпылдап жауындатып жол жүрудің өзі не деген таңғажайып қарапайымдылық десеңізші, деп сыбырлады полковниктің құлағына. Миссионердің әйелі кезінде өте ажарлы болғанға ұқсайтын, инабатты, кеңпейіл, ақылды адам екен. Балалары да сүп-сүйкімді. Кешкі қонақасы бірыңғай доктор Бейкердің құрметіне арналды. Кешке жиналғандардың бәрі әр басқан қадамы тарихта қалуға тиіс осынау ұлы адаммен бірге отырғандықтан өздерінің болмашы оғаш қылықтары да тарихта қоса қалып қоя ма деп қорыққандай өте сақ сыпайы жинақы отырды. Сіздің өз қаражатыңызға индеецтер үшін аурухана салдырғаныңызды естідім, деді доктор бір тұста. Миссионердің етжеңді жүзіне қуаныш нұры жарқ етті. Ол тіпті қуанғаннан не айтарын білмей үнсіз қалды. Жақсы істегенсіз, деді тағы да доктор. Жоқ, құрметті доктор, қалай дегенмен де мен бұлай істемеспін. Прогрессшіл қауым алдында басқа ешқандай қылығыммен өзімді өзім ақтай алмас едім. Сондықтан бәлендей ерлік тындырдым деп айта алмаймын. Қонағасы ушусыз ресми жиналыстай тыныш біркелкі өтті. Бәрі де доктор Бейкердің аузынан бір ерекше, ешкім білмейтін, ешкім естіп көрмеген бірдеңелер тыңдағысы келді. Бірақ доктор ештеңе де айтқан жоқ. Рейберо сел, осы қанша жер, деді жатарда. Тура жүргенде 30 шақырымдай. Таңертеңгі астан кейін доктор аурухананы көргісі келетінін айтты. Ауруханаға қызыл кірпіштен салынған шатырлы ұзын үй екен. Жапырақтар көмкерілген көлеңкелі ауласында қолын таңған, басын таңған, таяққа сүйенген, қайсы бір жалаңаш, қайсы бір арзан көк матадан тігілген халат киген, ала-құла боянған индеецтер жүр. Ұзын бойлы көзілдірікті жас дәрігер, қабырғалары кісі бойы тұсқа дейін жасыл түспен боялған жіңішке ұзын коридорға бастап кіріп, қапталдағы бірінші бөлменің есігін ашты. Дәрі иісі мүңк ете қалды. Иін тірескен керуеттер арасынан өтіп жүрудің өзі қиын секілді. Аурулардың ешқайсысы да кіргендерге көңіл бөлген жоқ. Керуеттер жетіспейді деп түсіндірді жас дәрігер. Алғашқыда жақын тайпалардан ауыр жарақаттанғандарды өзім барып әкеле алмаған едік. Қазір көріп тұрсыз ғой. Доктор жағалап шеткі керуетке келді. Жасы 40-тарға келген бет пішіні іргіл мосқал индеец, асырауға көнбейтін аңның жанарындай жабайы жат жүзбен докторға әр қилы қарады. Сары безгек, деді жас дәрігер көзілдірігін қозғап. Алтауы түскен еді, тірі қалғаны осы ғана. Ал мынау жатқан дәрігер үлкен шардың қабығындай жұп-жұқа терілерін арасынан әппақ сүйектері айқын көрінген екінші индеецті көрсетті. Индеецтің әлсіз ғана көтеріліп, басылған кеудесі болмаса, бет жүзінен тіршіліктің белгісі білінбейді. Мен Кос тайпасынан түскеннен бері бір ай болды. Бери, осы өлкедегілердің тең жартысы жуығы бери дертіне шалдыққандар. Ал мынау жатқан, бүгіннен қалмауға тиісті Генгер мына жігіттің бізге паралич соққан күйінде әкелді. Тәрізді жарқанат шыққан болуы керек. Бірте жазылып келеді.